Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته әлемдердің жаратушысы болған бізге шексіз нығметтерін берген және сол нығметтердің ішіндегі ең ұлығы болған ислам иман нығметін беріп біздерді мұсылмандардан еткен Алла тағалаға хамду саналар шексіз мақтаулар болсын. Алла тағаланың соңғы елшісі сүйікті пайғамбарымызға, оның отбасына, сахабаларына және сол кісілерге қияметке дейін ізгілікте ергендерге Алла тағаланың салауат сәлемдер болсын. Алла тағала осындай қасиетті жұма күнінде бір өзінің разылығын қалап, ұзақтан жақыннан басып келіп жатқан әрбір қадамдарымызға сауаптардан жазып, әрі күнәларымызды кешіріп, сондай-ақ өзінің алдындағы дәрежемізді жоғарылатқан болсын. Құрметті мұсылмандар, әлемдердің Раббысы Алланың рахым, мейірім етіп жіберген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің дүние есігін ашқан айы да келіп жетті. Бұл ай мұсылмандар үшін сондай бір құрметті, мұсылмандар үшін бір ерекше, қуанышты ай болып табылады. Неге өйткені бұл айда Алла тағала әлемдерге рахым, мейірім етіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмді жіберді. Осы айда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм дүние есігін ашты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм өзінің бір хадис шәрифінде кімнің уайым қайғысы көбейетін болса, басына үлкен уайым қайғы түсетін болса, қиындыққа кезігетін болса, ол менің дүниеден өткенімді есіне алсын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл сөзді не үшін айтып жатыр? Өзінің проблемасын жеңілдету үшін менің дүниеден өткенімді есіне алсын дейді. Әдетте адам баласы бір қиындыққа кезіккен кезде, екінші бір адам одан да үлкенірек қиындыққа кезіксе, соны көрген кезде бір жеңілдік сезінеді. Құдайға шүкір, менде әлгі екінші адамдағыдай болмағанына, мынаның басына менің проблемамнан да үлкен проблема келді ғой деп, кішкене болса да бір жеңілдік сезінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм бұл сөзді не үшін айтып жатыр? Өйткені мұсылмандар үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің дүниеден өткен күннен ауыр күн жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің дүниеден өткен күні мұсылмандар үшін, мәдинеліктер үшін ең ауыр күн болған еді. Тіпті сондай батыр ұлы сахабалардың бірі Умар радиаллаху анхудың өзі кімде-кім Мұхаммад өлді дейтін болса, мен оның басын шабамын деп өзін жоғалтып қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін де кімнің проблемасы ұлғайып кетсе, кім үлкен проблемаға кезігетін болса, менің дүниеден өткенімді есіне алсын деді. Мұсылмандардың басынан, үмбеттің басынан бұдан да ауыр күн өтті ғой, бұдан да қиын күнді бастан өткізді ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өтуін басынан өткізді ғой, бұл күндерде өтер деп, сонда оның проблемасы жеңілдейді. Ғұламаларымыз айтады, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеден өтуі мұсылмандар үшін ең ауыр күн болатын болса, онда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дүниеге келуі мұсылмандар үшін ең қуанышты күн болуы керек дейді. Егер дүниеден өтуі ең ауыр күн болатын болса, онда дүниеге келуі ең қуанышты, ең бақытты күн болуы керек дейді. Неге? Өйткені Алла тағала ол күні әлемдерге өзінің мейірімін, рахымын жіберіп жатыр.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар етіп жіберілмегенде біздер қазір кімдер болар едік, қандай халде болар едік? Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келуін Алла тағаланың бізге берген үлкен нығметі, үлкен жақсылығы деп білу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Медине қаласына келген кезде яһудилер бір күні ораза тұтатын. Себебін сұраған кезде олар бұл күні Алла тағала Мұса пайғамбарды Фирауыннан құтқарды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл күннің шүкіршілігін өтеуге біз лайығырақпыз. Келесі жылы осы күнге жететін болсақ, онда 9 мен 10-ын, яғни бұл Мухаррам айының 9 мен 10-шы күндер еді. Сол екі күнде ораза тұтамын деді. Ашура оразасы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті бізге қалдырған. Оның себебі ол күн Алла тағала Мұса пайғамбарды және оның қауымын Фирауыннан құтқарған. Осы хадисті риуаят етіп шарықтап жатқан кезде имам Ибн Хаджар ал-Асқалани рахмаһулла айтады, бұл хадистен біздің түсінетініміз, егер Алла тағала қайсы бір күні өзінің бір жақсылығын жіберген болса, немесе жамандықтан құтқарған болса, ол күннің шүкіршілігін өтеу, ол күнді ерекше атап өту дінімізде негізі барыс екен дейді. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала Мұса пайғамбарды жамандықтан құтқарған күннің шүкіршілігін өтеді. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келуін мұсылмандардың қуаныш білуі, ол айды ерекше атап өтуі, ерекше сезімде болу, мұның ешқайсысы шариғатымызға қайшы іс емес. Бұл айда біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен арамыздағы үмбеттік қарым-қатынасты жаңартуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дүниеге келу айын ерекше өткізу деген ол тек қана бағанағы бір мәуліттерді оқып қана қоя салып, соған қатысып, артынан дұға қатысып, одан кейін шыққаннан кейін еш нәрсе болмағандай, еш нәрсе өзгермегендей кете беру емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айын атап өту деген сөз, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен арамыздағы үмбеттік қарым-қатынасты қайта нығайту, жаңарту, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен көбірек танысып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген жүрегіміздегі махаббатымызды арттырып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінез құлығымен танысып, өзіміздің бойымызға сол көркем мінез құлықтарды сіңіруге тырысуымыз қажет. Құранда Алла субханаху ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында «Ва иннака ла аля хулуқин азим», сен сондай бір көркем мінез құлықтың иесісің деді. Алла тағаланың өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мінез құлығын мақтап жатыр. Сен көркем мінез құлықтың иесісің деп жатыр. Біз сол көркем мінез құлықтың иесі болған, ерекше құлшылықтың иесі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға еру үшін әлбетте тануымыз керек. Жақсы көретін болсақ, сол кезде Алла тағала бізді жақсы көреді. Біздің жүрегімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатымыз ерекше болуы керек. Ол жай ғана бір сүннет немесе мустахаб болған амал емес. Ол сіздің иманыңыздың көрсеткіші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде «Ла юъмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин нафсихи ва валадихи ва наси аджмаин». Кімде-кім мені өзінен, бала-шағасынан, дүниеден артық жақсы көре алмаса, ол адам толық иман келтірген бола алмайды деді. Ол адам толық мүмин бола алмайды деді. Яғни сіздің иманыңыздың кемелденуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көруіңізге тікелей байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Алла тағаланың өзі жақсы көреді. Пайғамбарымыз біздің махаббатымызға мұқтаж емес, бірақ біз пайғамбарымыздың махаббатына мұқтажбыз. Неге? Өйткені біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды жақсы көретін болсақ, иманымыз кемелденеді.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көретін болсақ, ертең пайғамбарымызбен қияметте бірге боламыз. Пайғамбарымыз әл-мар'у ма'a ман ахаб, адам өзінің жақсы көргенімен қияметте бірге болады деді. Сіз кімді жақсы көрсеңіз, кімге махаббат қойсаңыз, ертең қияметте сонымен бірге боласыз. Сахабалар осы сөзді естіген кезде қатты қуанған еді. Біз исламды қабылдаған кезде қатты қуанған болсақ, содан кейінгі ең үлкен қуанышымыз осы сөзді естіген кезде болды деді. Біз Әбу Бәкірге, Омарға, Османға жете алмаймыз. Олардың амалдарын істеп, олардың деңгейіне жете алмаймыз. Бірақ осы пайғамбарымыздың сөзі біздің жүрегімізге үміт отын сыйлады деді. Соларды жақсы көру арқылы, солармен бірге болу дәрежесіне иншаллах жете аламыз. Және сондай-ақ біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көріп, пайғамбарымызға еретін болсақ, пайғамбарымызды өзімізге үлгі ететін болсақ, онда Алла тағала бізді жақсы көреді. Құранда Алла субханала тағала: "Құл ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах." Айтуа Мұхаммад, егер сендер Алланы жақсы көрсеңдер, онда маған еріңдер. Сонда Алла тағала сендерді жақсы көреді деді. Мәселе, тек қана Алла тағаланы жақсы көремін деген сөзде емес. Алла тағаланы шынымен жақсы көретін болсаңыз, оның бірден бір көрсеткіші пайғамбарымызға еруіңіз. Неге? Өйткені Алла тағала пайғамбарымызды біз оған еру үшін, өмірімізде үлгі ету үшін, әрбір ісімізде пайғамбарымыздың ісінен ғибрат алу үшін жіберді. Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана. Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарда сендер үшін көркем үлгі бар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әрбір ісі біз үшін үлгі. Пайғамбарымыздың сол үшін де Алла тағала Құранмен бірге өмірінде сақтап қойды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сирасын сақтап қойды. Басқа пайғамбарлардың өмір баяны егжей-тегжейлі туылғаннан бастап дүниеден өткеніне дейін сақталмаған қарайтын болсақ. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала пайғамбарымыздың өмір баянын сақтап қойды. Және пайғамбарымыздың өмірінде мұсылмандар ұялатын, мұсылмандардың беті қызаратын еш нәрсе жоқ. Әрбір ісі үлгі. Мемлекет басқаруы, құлшылығы, әйелдерімен мәмілесі, сахабалармен мәмілесі, тіпті жан-жануарлармен де қарым-қатынасы, барлығы біз үшін үлгі. Сол үшін де біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсырақ тануымыз керек. Пайғамбарымызды қанша жақсы танитын болсақ, жүрегіміздегі махаббатымыз сонша көбейеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қанша жақсы көрсек, пайғамбарымызға еруіміз, пайғамбарымызды үлгі тұтуымыз соншалықты жеңіл болады. Иннал мухибба лиман юхиббу мути'у. Арабтар айтпақшы, арабтың бір ақыны: жақсы көрген адам жақсы көргеніне бағынады, жақсы көргеніне ереді дейді. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды жақсы көріп, пайғамбарымызды өзімізге үлгі тұтуымыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құлшылығы қандай еді? Азанның даусын естіген кезде рахаттанатын, сондай бір ерекше күйде болатын. Арихна я Билал, азан шақырып, бізді намазға шақырып, хайя аля салах, хайя аля фалах, намазға келіңдер, құтылуға келіңдер деген сөздерді айтып, бізді бір рахаттандыршы, бізді демалдыршы дейтін еді. Олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам және пайғамбарымыздың сахабалары намазға кірген кезде бір ерекше күйде болатын, сондай бір рахатты сезінетін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 5 уақыт намазбен шектелместен түндері тұрып, аяғы ісіп кеткенше намаз оқитын. Айша анамыз көріп, жаны ашып жылайтын. Я Расулаллах, кішкене өзіңе жаның ашса еді деп. Сондай бір халде болған, осындай құлшылықтың иесі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның біз қазір қандай үмбеті болып жатырмыз? Бір кісі айтпақшы, аяғы іскенше намаз оқитын пайғамбардың көзі іскенше ұйықтайтын үмбеті болдық деді. Түнгі намаз қоя тұрсын. Түнгі намазды былай қойғанның өзінде 5 уақыт намазға деген ұқыптылық өкінішке орай пайғамбарымыздың үмбетінен жоғалып бара жатыр. Мешіттеріміз жұмадан басқа уақытта толмайды.
Егер біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды өзімізге үлгі деп білсек, онда Алла тағаламен арадағы мәмілемізді дұрыстауымыз керек. Әйелдерімізбен қарым-қатынасымызды дұрыстауымыз керек. Төңірегіміздегі адамдармен мәмілемізді дұрыстауымыз керек. Тіпті жан-жануарлармен де мәмілемізді дұрыстауымыз керек. Алла тағала: «Вама арсалнака илля рахматан лил аламин». Біз сені әлемдерге рахым, мейірім етіп жібердік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана адамзатқа емес, жан-жануарға да мейірімді, рахымды еді. Бірде бір сахаба екі қойды жатқызып қойып, бірінің көзінше екіншісін бауыздап жатқан кезде қатты ашуланды. Көзінен тасада бауыздамайсың ба, 2 рет өлдіргің келеді ме мына қойды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті малды бауыздап жатқан кезде оны сондай бір жаман көріністерден сақтасын, көзінше пышағын қайрамасын деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тіпті жан-жануарға мейірімділік көрсетуге бізді шақырды. Бірде үстіне жүкті тым ауыр етіп, жүк артып алып кетіп бара жатқан адамды көрген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қатты ашуланып, оған да тыйым салған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір есекке артық жүк артуды сондай бір ауыр іс көрді. Ал біз қазір есек былай тұрсын, адамдарға артық жүкті артып, егер бір жерге бастық бола қалсақ, кейде олардың ақысын жеп, артығымен жұмыс істетіп, бірақ сол жұмысы үшін айлығын дұрыстап берместен осындай зұлымдық жасап жатырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетіне ол лайық іс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда сондай бір кішіпейілділік бар еді. Қазіргі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбетінде өкінішке орай бізде сол кішіпейілділік жоғалып барады. Жүректерімізде тәкаппарлық, менмендік, адамдармен қарым-қатынасымызда қатыгездік өкінішке орай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жайында Алла тағала: «Фабима рахматин миналлахи линталахум». Алланың сенің жүрегіңе берген мейірімінің себебімен сен олармен жұмсақ болдың дейді. «Валау кунта фаззан ғализал қалби ланфадду мин хаулик». Егер сондай бір дөрекі, қатыгез болғаныңда, олар сенің төңірегіңнен кетіп қалар еді. Деп Алла тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірім, рахым иесі екендігін бізге айтып жатыр. Біз күнде намазда ар-рахманир-рахим, мейірімді, рахымды деп Алла тағаланы ұлықтаймыз. Намаз оқу арқылы сол мейірімді, рахымды болған Алла тағаламен қарым-қатынасқа түсеміз. Алламен мәміле құрамыз. Ғұламаларымыз айтады: мейірімді, рахымды болған Алла тағаламен қарым-қатынасы дұрыс болған адамның қатыгез, дөрекі болуы мүмкін емес дейді. Неге? Өйткені сіз мейірімді, рахымды болған Алла тағаламен қарым-қатынас түзіп жатырсыз. Егер күнде намаз оқып жүріп, бірақ бойыңызда мейірімділік, рахымдылық, кішіпейілділік болмаса, онда сіздің намазыңызда проблема бар. Алламен қарым-қатынасыңыз дұрыс емес. Қарым-қатынасыңызды дұрыстауыңыз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның басынан өткен оқиғаларды қарайтын болсақ, әрбір ісінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мейірімділікті, рахымдылықты, кішіпейілділікті көреміз. Хунайн шайқасынан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хунайн шайқасы Меккені азат еткеннен кейін болды. Былайша айтқанда, Мекке, Мәдина, соның төңірегі барлығы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның билігіне кірді. Кейін Хунайн шайқасы болды. Хунайн шайқасынан кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғыстан түскен олжаларды сахабаларына, мұсылмандарға бөлді. Бірақ ансарларға еш нәрсе берген жоқ. Ансарларға еш нәрсе берген жоқ. Са'д ибн Убада радиаллаху анху, ансарлардан болған сахаба, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп, өзінің қауымының ренішін, өкпесін жеткізді. Біз исламға сонша қызмет етіп жүрміз. Мына меккеліктер Пайғамбарымызды қуып жіберген кезде біз қарсы алғанбыз, төрімізді бердік. Бірақ енді осындай шайқастан кейін олжаға келген кезде бізге еш нәрсе берген жоқ деп олар ренжіді. Са'д ибн Убада радиаллаху
анху соны келіп пайғамбарымызға жеткізді. Пайғамбарымыз естіп болғаннан кейін өзің не дейсің, өзіңнің пікірің қандай деген кезде с.а.ғ радиаллаху анху мен де солардың бірімін ғой деді. Мен де ансарлардың бірімін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам онда ансарларды жина деді. Жинап алып алдына ансарларға айтты: "О ансарлар, сендер адасып жүрген кезде Алла тағала мені жіберіп хидаят тапқан жоқсыңдар ма? Мүшрик болып жүрген кездеріңде Алла тағала мені жіберіп таухид дініне, исламға келген жоқсыңдар ма? Әуіс хажраж болып жылдап соғысып араларында қан төгіс болып жүрген кезде Алла тағала мені жіберіп араларың дұрысталып сондай бір бейбітшілік күн кешкен жоқсыңдар ма?" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біраз өзінің келуі арқылы ансарларға келген жақсылықтарды айтты. Ансарлар сол жерде иә солай Алла тағалаға және оның елшісіне міндет ету жарасады деп сол жерде айтып отырды. Артынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Енді сендер де айтсаңдаршы" деді. "Айтсаңдар сөздерің рас болады, мен ол сөздеріңді растаймын және оған ешқандай бір қарсы пікір айтпаймын, айтсаңдаршы" деді. Сахабалар үндемеді. "Не айтайық, о Алланың елшісі" деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Айтсаңдаршы, сені елің қуып жіберді, сол кезде біз қарсы алдық. Сен кедей болып бізге келдің, біз сені байыттық. Үйсіз жайсыз бізге келдің, біз саған үй бердік, жай бердік" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде ансарлардың пайғамбарымызға өткен жақсылығын санап берді. Артынша айтты: "Мына бір болмашы дүниені жаңа ғана исламға кірген адамдарға жүректерін нығайту үшін бердім, ал сендерді өз имандарыңа қалдырдым. Адамдардың барлығы дүниемен кеткен кезде сендер Мәдинаға пайғамбармен оралуды қаламайсыңдар ма?" деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жерде ансарларға, олардың балаларына, балаларының балаларына тағы да солай дұға жасады. "Аллахумма архамил ансар ва абнаил ансар ва абнаил ансар" деп сол жерде дұға жасаған кезде сахабалардың барлығы түгел ансарлар жылады. Қарап отыратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай басшы болып тұрған кезде де ешкімнің жақсылығын ұмытқан емес. Бір адам бір жақсылық жасаған болса, соны ешқашан ұмытқан емес. Тіпті Хатиб ибн Аби Балтаа деген сахаба Бәдір шайқасына қатысқан. Мұсылмандардың әлгі шайқастағы сырын мүшриктерге жеткізбекші болды, меккеліктерге. Ұсталып қалды. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Бұл Бәдір шайқасына қатысқан ғой, қоя беріңдер. Алла тағала күнәсін кешірер" деді. Біз қазір қанша адамның жақсылығын көрсек те, бір жамандығын көрген кезде жақсылығын бәрін ұмытып кетеміз. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сипаты емес. Сол үшін де иншаллах әрбір ісімізде, әрбір әрекетімізде, әрбір мінез құлқымызда пайғамбарымызға ұқсап бағуға тырысайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның иншаллах сүннетін үйренейік, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмір баянын үйренейік. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен арамыздағы қарым-қатынас түзеледі. Және сөзіміздің соңында ғұламаларымыздың айтқан пайғамбарымызға қатысты мынандай бір жақсы сөзі бар: "Тәжірибеден өткен нәрсе" дейді. Кімде-кім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көргісі келсе, онда иншалла мына 4 нәрсені орындасын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсімізде көру үшін әлбетте бұған нақты бір хадис немесе аят жоқ, бірақ ғұламаларымыз тәжірибеден өткен нәрсе дейді. Ең біріншісі пайғамбарымызға күнде көп салауат айту. Имам Хафиз с.а.ғ рахматуллахи айтады: "Ақалул иксар", яғни ең көп салауаттың ең азы күніне 300 рет салауат айту дейді. Кемінде 300 рет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айту. Екіншісі пайғамбарымызды қатты жақсы көру. Үшіншісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін жақсы көріп, әрбір ісімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетіне сай амал етуіміз. Және төртіншісі пайғамбарымыздың үмбетінің қамын жеу дейді. Осы 4 нәрсені иншалла орындайтын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсімізде көру шарапатына ие боламыз. Алла тағала баршамызға пайғамбарымызға лайық үмбет болуды нәсіп етсін. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирук ва атубу илейк.